Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Маки, және де достар, бүгінгі видеода бізде жаңа видео, яғни достар, бүгін Асыранды қыз деген сериалды түсіретін боламыз. Достар, мен көп күн видео түсірмей кеттім, кешіріңіздер, енді солай болып қалды. Достар, осыдан кейін қандай сериал түсірейін комментария жазып кетіңіздер, және де менің телеграм каналыма тіркеліп кетіңіздер. Телеграм каналымды описанияға қалдырып кетемін, сояққа. Ал біз онда сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Ой, сағат қанша болып тұрайын. Ой, қызым, қайырлы таң. Тұрдың ба? Я, нашым, тұрдым. Қазір сабағына кешігесің, қызым. Кешікпей барып, киімді ауыстырып, мектепке дайындал. Қазір мен саған тамағыңды дайындап берем. Элеонерден бірден кейін алып жей салды. Жарайды, анашым, мен қазір тез кино алсайын. Достар, типа әкесі айтады. Нақты әкесі, достар, өтірік бола салады. Поэтому әкесі айтады: ой, біздің қаншайымыз деген бүгін деген көп бес алып келеді. Яке, я. Так, достар, енді мен тез кино алайын. О, анашым, болды, мен осылай әдем бұттырым ба? Я, әрине, қызым. Онда мен кеттім, сау болыңыздар. Так, сабаққа барайын, қазір кешікпей тұрғанда. Сағат 7 болыпты ғой уже. Так, мен жұмысқа барып келейін, ауруханаға барам ғой, не дегенмен. Так, мен жұмыс әзеп қалмасын, кетті, мен барайын. Оф, мен сабақтан шаршап келдім бар ғой, мама жұмысқа кет қалған бекен. Ладно, мен үйде жинап қояйын тезсіз. Бүкіл түкпір-түкпірді жинап, тазалап, бәрін істеп қояйын. Так, мамалардың тамынан бастайын бірінші. Так, төбеге көтерілейін. Так, мамалардың тамған өзі. Оны яқтан бастайық. Енді коробка да? Ладно, бірден кешінде баршар мүмкін. Не деген құжаттар мұнау вообще? Мынау менің кішкентай кезімдегі сурет қой. Бір қызбен, бір бейтаныс әйелмен тұрған. Асырап алу құжаты не? Сонда мені асырап алған ба? Ладно, оны ешкімге айтпақ қойын. Қазір қойып қоя салайын коробканы. Болды. Білмегенде жүре берейінші. Блин, мені сонда асырап алған ба? Қалай сонда? Ладно, түр бермей, тыныш жүре берейінші лучше. Емді тез жинай берейін оданша. Мама да қазір жұмыста келгесін жар. Уже кеш болды ғой. Блин. Тез ауыстырып алайыншы мен. Так, кімді ауыстырым. Ой, қызым, келдің ба? Жүр, тамағыңды ішіп ал. Әкесі айтады: я, қызым, кел, тамағыңды ішіп ал. Жоқ, мен тәбетім жоқ, өздеріңіз іше беріңіздер. Қызым, саған не болып жүр соңғы кездер? Анашым ешнәрсе болған жоқ, шыға беріңіз. Жарайды енді. Ешнәрсеге тәбетім болмай жүр, так. Ұйықтайыншы лучше. Достар, таң атты. Ой, тұрайын, сабаққа барайын. Так, киімді тез ауыстырып алайын бірінші. Ешнәрсеге вообще дым зауқым жоқ. Мектепке барып келейін, мама. Эй, Аружан, ерте емес па? Уф, жоқ, мама, мен кете берейінші. Так, өзім көңіл күйім жоқ болып тұр. Сабаққа жая бара берейінші, тез жүгіріп. Достар, нәқа типа мен келдім. Апай. Нақта апайлар, оқушылар отырды. Көңіл күйім болмай тұршы. Эй, Аружан, саған не болды? Соңғы кездер сабаққа жаман нашар қатысып жүрсің. Неғып көңіл күйім болмай отыр? Апай, ешнәрсе болған жоқ. Нормально, көңіл күйім бәрі жақсы. Жарайды онда. Сабақтарын оқыңдар. О, қызым, бүгін кеш келдің ғой. Енді жая қойттым ғой. Тамағын ішіп ал, қызым, кел. Тамақ дайындап қойдым ғой, әдемі қылып. Леке кино көрейік бірге. Жоқ, анашым, мен дым ішпеймін, мен жата берем. Тәбетім жоқ. Нақты әкесі отыр. Қызымызға бірдеңке болған сияқты ғой, чөта. Соңғы кездері бір түрлі болып жүр бұл қыз. Я, мен де байқадым, соңғы кездері бір түрлі болып жүр. Типа әкесі айтып жатыр нақты. Жарайды енді көреміз енді бірдеңкесін. Бірдеңкені қалап жүрген шығар. Достар, түн болды. Шаршап келдім мектептен.
Мені асырап алған басуда. Вообще көңіл күйім жоқ менің. Шыдай алмаймын. Бәрін айтуым керек ана менеке. Мам, пап, сіздер мені асырап алғансыздар ма? Мен сіздердің балаларым емеспін ғой, а? Қызым, бізді кешір. Я, біз сені асырап алдық. Неге? Қызым, бірақ біз сені таңдап алдық қойса балалар арасынан. Біз сені балалар үйінен алдық, бірақ біз сені жақсы көреміз. Неге маған айтпайсыңдар, а? Менің шын мамам қақта, мен әке. Мен ата-анам қайда сонда? А? Мен сендерге ренжідім. Папа, қызымыз ренжіп қалды ғой. Енді қалай көңілін көтереміз? Осыған екен ғой ренжіп жүрген. Я, мүмкін оған хат жазармыз. Есігінің алдына, астына хат жібереміз. Бірақ енді менде көңіл күйім болмай тұр, ол ренжіген соң. Хат жаз көрейік, мүмкін ренжігені қояр. Йо, көрейік онда. Типа хат келеді. Мынау неме бәле? Неғып есіктің астына хат қойып қойған? Мынау не? Қызым, кешір, біз сені жақсы көреміз. Ана болу деген ол туған емес, жүректегі жарасы. Яғни біз сені жақсы көреміз. Біз сені асырап алсақ та өте қатты жақсы көреміз. Біз сенсіз өмірімізді елестете алмаймыз. Ладно. Типа достар, қуаныштың несі бұл? Жылағаны. Жарайды. Анашым, мені кешіріңіздер, бірақ сіздер менің ата-анамсыздар. Мен осы күнге дейін бақтыңыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Қызым, біз де сені жақсы көреміз. Мам, пап, мені кешіріңіздерші, енді олай ешқашан да істемеймін. Сіздерге үлкен рахмет, мен осы күнге дейін бақтыңыздар. Я құшақтасып жатыр, типа достар. Папасы мен мамасына бәрі үшеуі де бірге құшақтасып жатыр, типа. Вот достар, осымен сериалымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Всем пока!